Жыл сайын қазан айында атап өтілетін мейірімділік айлығы қарияларға, көмекке мұқтаж, мүмкіндігі шектеулі жандар мен ардагерлер қауымына аса назар аударуға бағытталған. Елімізде игі дәстүрге айналған бұл шарадан біздің де қаламыз қалыс қалмайды. Осыған орай 7 қазан күні шаһар басшысы Еркебұлан Баяхметов қаламыздағы белсенді және шаһарымыздың өркендеуіне өз үлестерін қосып жүрген қазыналы қарияларымызбен кездесті. Арнайы жиын барысында шаһар басшысы қайырымдылық айлығымен құттықтап, ардагерлердің қажырлы еңбектерін атап өтті. Месячник милосердия, он стал в Казахстане, в нашей республике, доброй традицией. Бүкіл ел бойынша жыл сайын 1-30 қазан аралығында мейірімділік айлығы өткізіледі. Онда соғыс ардагерлеріне, мүмкіндігі шектеулі жандарға ерекше көңіл бөлінеді. Дәстүр бойынша қазан айының ішінде жергілікті кәсіпкерлер, сондай қаланың барлық мекемелері мен кәсіпорындарының басшылары бірлесіп, ардагерлермен кездесулер ұйымдастырады. Қайырымдылық көмек жасап, әлеуметтік қолдау көрсетеді. Бұндай шараның басты мақсаты өңірімізде тұратын қарттарымызға құрмет жасап, оларға әлеуметтік қолдау көрсету болып табылады деп баян етті қала әкімі. Жылы лебізін білдірген шаһар басшысы кездесу соңында қарияларға қала әкімінің алғыс хаттарын, ақшалай сыйлықтар мен азық-түлік жиынтықтарын табыс етті. Қариялар күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық тілеймін барлықтарыңызға. Жаман апаттан аман-есен шығып, елімізге тыныштық беріп, тек қана жақсылық болып, зор денсаулық тілеймін. Көптен көп рахмет сіздерге, сый-құрметтеріңізге. Айта өтейік, бүгінгі таңда өңіріміз бойынша 13 мыңға жуық зейнеткерлер, 428 тыл еңбеккерлері мен 2 соғыс ардагері тұрады. Степногорск өңіріндегі 2 мыңға жуық адамға әлеуметтік қолдау көрсету аясында төлем жүргізілді. Олардың қатарына зейнеткерлік жасқа дейінгі барлық топтағы мүмкіндігі шектеулі қариялар мен балалар, ең төменгі зейнетақысы бар зейнеткерлер қамтылды.